Артроз 3-4 степен тек операция. Артроздың белгілері қандай? Яғни текшеге мінген кезде аяқ сықырласа, отырып тұрған кездері аяқ сықырласа, демек бұл артроздың баслануы. Алдын алуға болады, бұл вирус есабы. Бірінші, екінші стебінде емленсе кетеді. Артрозға массаждың пайдасы қандай? Әлбетте, көп адам айтады, артрозға қатты басымен істеуге болмайды. Өз білдігімше үйде ұлыма істеуге болмайды. Жеңіл әрекетлермен істенеді. Бұл массаж дегенде қан айлануын жақсылайды. Бір, қатып қалған бұлшық етлерді спазмлар жаздырып береді. Яғни массажды профессиональный массажистлер тарапынан істетуіңіз керек. Артроз кеселі бұл көбірек кімлерде болады? Спортсмендерде болады. Ауыр тас көтере берген инсандар артроз болады. Ауыр салмақтағы инсанларда болады артроз. Тізеге нагрузка береді. Тік аяқта тұрып жұмыс істейтін инсанларда, мұғалімдерде, аспазларда көбірек болады. Кейін отырып көп жұмыс істейтін инсанларда болады. Осы кеселіктердің белгілері сізде күзетілсе, төмендегі телефон номерлерге я болмаса дайректке хабарлассаңыз болады.